Men Свинка Пеппамын. Бұл менің інім Джордж. Ал бұл мама Свинка. Ал міне папа Свинка. Найзағай. Пеппа и Джордж piknik ұйымдастырды. Бұл апельсинді шырын аю. Сен не айттың? Үлкен рахмет, Пеппа. О қасы жоқ аю. Ал міне сенің шырының динозавр. Ал не айту керек? Оқасы жоқ динозаврик. Аю мен динозаврик печенье жегісі келе ме екен? Біздің қарнымыз аш емес, одан да Пеппа мен Джо жесін. Рахмет, аю. Что это за странный звук? Пеппа, Джордж, үйге тезірек кіріңдер. Мама, біз найзағай естідік. Бұл күн күркіреу, Пеппа. Бұл демек найзағай мен қатты жаңбыр болады. Жаңбыр жоқ кезде тезірек үйге кіріңдер. Қорқудың қажеті жоқ. Жаңбыр әлі алыста. Аспан қараңғы бола бастады. Жақын маңда найзағай басталады. Пеппа, Джордж, бақшадан ойыншықтарды алып келдіңдер ме? Динозавр. Жақсы, динозаврик осында екен. Аюды ұмытып кетіппін. Жаңбырда үсті су болатын болды. Қорықпа, Пеппа. Папа Свинка аюды құтқарады. Тезірек жүгір, папа Свин. Қазір жаңбыр басталады. Мен жаңбыр жайлы бәрін білемін. Жаңбыр қазір жаппайды. Мен дұрыс ойлаппын. Менің әлі уақытым көп. Байқұс аю. Үсті басының бәрі су. Иә, байқұс аю. Үстін сүртейік. Байқұс аю. Міне болды. Теуіп шыға келдің. Ал байқұс әкелеріңше. Мен де су болып қалдым. О, кешір папа Свин. Кел сені де сүртейік. Міне болды, папа Свин. Құрғақ болып шыға келдің. Жаңбыр үйге кірді. Біздің пол су болды. Ай. Не істейміз, папа Свин? Қорықпаңдар. Жарайсың, папа Свин. Оп оңай. Немене? Тезірек бір нәрсе қою керек. Жарайсың, Пеппа. Оп оңай. Мама, найзағай қатты соғып жатыр. Ештеңе етпейді балалар. Қорықпаңдар. Күн күркіреуден найзағайға дейін санайық. Қаншалықты санаймыз, соншалықты найзағай алыстайды. 1, 2, 3. Дәл 3. 1, 2, 3, 4, 5. Қазірдің өзінде 5. Найзағай қайтып жатыр. Найзағай аяқталды. Найзағай өзінен кейін көптеген балшықтар қалдырды. Пеппа балшықта секіргенді жақсы көреді. Балшықта секіруді бәрі жақсы көреді. Мен найзағайды жақсы көремін. Одан кейін балшық болады. Хлюп, хлюп, хлюп.